Сатун бір заман яңы хаберлерін айдынлата, мен Мавиле Мұхтарова сізлеріне селямлайым. Анайса түзетмелері хан сарайының жоқ етілмесі ве ярым аданын тамыр халқына қаршы басқы. Дүния Қырым-Татар Конгрессінің ижра комитеті 11-ші кере топлашты. Лаф етілген мевзулар ве алынған қарарлары қында Эльвина Сейдбулаеваның левхасында тариф етілі. Дүния Қырым-Татар Конгрессы ижра комитетінің 11-ші топлашуы. Иштиракчилер Америка, Литвания, Түркия ве ишғал етілген Қырымдан келді. Күн тәртібінің эсас мевзуларындан бірі Анайса деңішмелері шу жүмледен Қырым статусынен бағлы 10-ші мадде. Дүния Қырым-Татар Конгрессы ижра комитетінің азалары Қырым-Татар мұхтариеті статусының таздықланмасы адалетні тіклеп, халқара ұқуққа ұйғын олыр дейлер. Олар еменлер бұ адым Қырымны Украинаға қайтармаға да ярдым етер. Bizim yapkanımız, bizim maksadımız adım milletimizin geleceğine yakınlaşmak ve Kırım Yarımadası'nın statüsü Rusların kolunda olsa da ama statüsü Kırım Tatar milletinin kendi toprağında devletçiliğini kurmasına yakınlaşsın. Halazırda Anayasa dеңішмелері өзерінде іш қайнай. O bitken соң Қырым-Татар диаспорасының тешкелатлары чешіт мемлекетлерде Украина диаспораларының меслиятлар кечиrecek. Sonra ең қысқа міндет ішінде президент, парламент ve Anayasa Mahkemesi'ne müracaat verilecektir. 226 oy kazanıp Anayasa Mahkemesi'ne bu leyhanı, bu projeni yollamak. Kene de bu leyha parlamentoya gelecek ve o zaman 300 oy ya 300 ses gerek olacak. Bu çok zordur. Toplaşuda muzakere etilgen mevzulardan biri Қырым-Татар medeni ve tarihi mirasının yok etilmesidir. Бақшысарайдағы Milli Тарихи Медени музей қорығының сабық музыр Эльмира Аблелимова хан сарайының вазиетін айдынлатты. Тамир ішлері кечіріле деп, ишғалчилер тарихи ядикарлықны yok ете. Заливается бетон, применяются современные материалы, применяется армирование, аутентичная, подлинная черепица, балки уничтожены, вывезены и не используются для дальнейшей реставрации. Поэтому то, что там происходит, это не реставрация, это ремонтные работы. Халқара топлылық хан сарайының yok етілмесіні тоқтатмаға чақырса да файда yok. Ишғалчилер бұңа құлаға асмай вазиетісі қасыветлендіре. Истанбул Қырым-Татар дернегінің елбасшысы Джилялычтен Қырымға мутихассысларыны yolлап, олардан эс-сабат hazırlamalarını istemege teklif etti. Sanat tarihçilerinden oluşmuş, üniversitelerde hoca olan, konusunda uzman olan, dünyaca tanınan hocalarımız, sanat tarihçilerimiz yerinde görerek Han Sarayı'nı ve elinden tutarak, gözünden görerek orada ne yaptıkları hakkında bir rapor hazırlanırsa benim kanaatim dünyada daha farklı ses getirecektir. Dünyada biz bunu duyurabilirsek bu söylediğim sistem içinde Kırım'daki diğer başka eserlerimizi de kurtarmış oluruz. Türkiye'deki Қырым-Татар диаспорасы президент Recep Tayyip Erdoğan ve halkara teşkilatlarga mektup yazdı. O хан sarayının yok etilmesine mani olmağa çağırdı. Vaziyet değişmese Қырым-Татар halkının incisi yok olacak. Han Saray'da başlatılan çalışmalar restorasyon adı altında yapılıyor ama bizce Han Saray'ı yok etme çalışması. Buradaki amaç Kırım'daki Kırım Tatarlarının otantik kültürel özelliklerini ortaya koyan bir dünya tarih mirası olan Han Sarayı bütün bu özelliklerini yok etmek. Ve evet belki bu çalışmaların sonunda bir Han Saray çıkacak ortaya ama o Han Saray olmayacak. Yarımadadaki vaziyet ve işgalcilerinin teşvihatına toplaşuda dikkat ayrıldı. İşgal altındaki Yarımadadan kelgen delegatlar yerli hakimiyetinin saylavlarga barıp Putin'ge bermek teşvikatı hakkında aytıp berdi. Bazı insanlarga bahşişlar berili, bazılarına ise
қорқуза екенлер. Владимир Владимирович Путин, большое ему спасибо. Дай Бог ему здоровья. Дүния Қырым-татар конгрессы ижра комитетінің векелері қырымлыларына сайлауларға бармамаға ве Кремль тәшвиқатына инанмамаға чағырды. 4 елдан берлі ишғалжилер Қырым-татарларға басқы япа. Тынтуф, апыш жазалары, қачыров ве өлдірулер бетмей. Қырым-татар халқы есе қорқмай ве бойсунмай. Эльвина Сейдбулаева, Өмер Баш, Асан Эминов, Заман, АТР. Кефеде Сулейман Кадыровның махкемесі кечіріле, ишғалчылер оны сепаратизмде қабатлай. Кефе региональ межлесінің азасы Фейсбукта Қырым Украина деп yazған екен. Кремль контроль еткен Қырым акимиеті есе бұл yazғанлары Русия топрақ бүтінлігіне зарарлы ола деп білдірді. 2016 сенесі октябрь Сулейман Кадыровның евінде тынту кечірілгені да. Соңра есе оңа қаршы жинай еш açıldı. Сулейман Кадыров işgalinin birinci gününden başlap Аққорчалай фаалиетінен uğraşa. O işgalciler takip etken insanlarına imaye etkeni de. Bir kişilik narazılıqның iştirakçısı Valerий Grigoriyning şikayet arizası davacısız ve imayecisiz bakıldı. İşgalci mahkemenin bu davadaki da bir şikayeti bu dakikaları bakılmakta, üçüncüsü ise öğleden soң başlamalı. İmayeciler karar adil olacağına ümit etmey, yanvarının sonundan beri işgalci mahkeme bir kişilik narazılıqlar davasında şikayet arizalarına bakmakta. Bütün onlar reddetili. Eki Qırımlının para cezası 15.000 rubleden 10.000 rublege eksiltilgeni de. Keçken sene oktyabrның 14-інде yüzden ziyade Qırım tatara bir kişilik narazılıqqa çıktı. Rusiya bunu yasak etmey, lakin işgalciler kanunsuz miting olğanına ısrar etti. 80'den ziyade insan para cezasını aldı. Ceremelerinin umumi miqdarı 1 milyon Rusiya rublesinden ziyade oldu. Алуштанын юқары Шыма кöyünde Ялталы Хизбут Тахрир davasının 6 мабюсіне бағышланған дуа кечірілді. Муслим Алиев, Эмир Усейнко, Коинвер Бекиров и Вадим Серук 2 yılı verisi февральның 11-інде тұтылғаны да. Апрель айында седа екі Qırım татары Рифат Алимов ve Арсен Джиппаров апске алынды. Алтысы да Русияда сақланған Хизбут Тахрир тешкілятында иштирак етмесінде қабатлана. Оларына аман-аман 2 yıl сезуда тұтып, кешкен сененің соңында Русияға ауыштырып, Ростов-на-Дону шерінде махкум етелер. Даваның Невбеттегі махкемесі чаршымбе күні февральның 14-інде олачақтыр. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. Этих ребят, наверное, все здесь знали только как тех, которые беспокоили, заботились о своем народе. Я никак не могу согласиться с тем, что в чем их обвиняют, понимаете? И теперь я смотрю, подрастают мои внуки. Когда-нибудь разве забудут о том они, в какой день им пришли, и вот этот весь ужас они пережили. Стрелковый наразылық мейданында Qırım татарларының evleri енді еқыла. Ишғалчилер анда Крымская Роза қасабасына құрачақ ола. Кремль контроль еткен күтлеви хабер васталары видеоларына дерчетті. Олар ev сайыплері разылық берді деп білдіре. Топрақ запт етілген екен, визиқалары есе жоқ дейлер. Ишғалчилер құружилық шіркетті ev сайыплеріне пара бережек деп білдіргені да. Evлері ектірілған Qırım татарлары есе оларға басқы yapılғанына айдынлата. Ақмежеттегі Стрелковы наразылық мейданындағы жами арамланды. Кімлігі белі олмаған инсанлар жамиге кірлі аяқапларынан кіріп, кілімлеріні кірлеткен, батареяларыны шығарған ве тоз ютардан чөплікні қақып алып кеткенлер. Намазға келген мұсылманлар полицияны шағырды, ләкин кімсе келмеді. Стрелковы наразылық мейданындағы жамы 1,5 bin insanны сығдыра. Ишғалчилер оны Qırım татарларының евлерінен берабер Ехачақ ола. Фаалер ачлық гревіні илан еткен соң, жамины кімсетті емечек деп ваде етілгені да. Меселені махкеме өзерінден чезмеге сөз берілгені да. Ләкін бір қач күнден жами арамланды.
Москва вилетінде түшкен ан 148 yolcu ұшағы авада бозылмағаны да оя қытнен түшкен екен. Бұны қаза ерінде çalışkan мутехасыслар білдірді. Ұшақта 65 yol жөве 6 хадим барыды. Олар иляк олды. Украина тышышлер нәсірлігінің мәліматына көре, иляк олғанлар арасында украиналылар юқыды. Ұшақ Москвадан Орск шеріне ұшқаны да қаза себеплері дабелі дегіл. Главное сейчас по линии МЧС организовать сбор обломков самолета, также останков погибших, и при этом направить все необходимые материалы в соответствующие инстанции. Слышала очень сильный взрыв, лежала на кровати, и кровать даже поднялась. И были кошки со мной, разбежались во все стороны. Очень сильный взрыв, даже дверь открылась в сарае. ОБСЕ işgal etilген Қырымда президент сайлауларыны көзетмейжек. Бұны президент сайлауларыны көзетме миссиясының жолбасшысы Ян Петерсон интервью газетасына айдынлатты. ОБСЕ Қырымны Русия топрағы оларақ көрме деп қайдетті. Бойлежек көзетіжілер анда çalışamaz. Халқара миссия Русияда февральның 5-інде çalışmaға башлады. Незаретчілер сайлау комитетінің ішіні ве рейбер офиснасыны көзетіжектір. ОБСЄ працює на основі консенсусу, і наш мандат спостерігачів заснований на консенсуальних рішеннях держав-учасниць ОБСЄ. А вони не досягли консенсусу у тому, що Крим є частиною Росії, тому ми не можемо здійснювати там спостереження. Қырымның жемат ырбапларындан Русия президентінің сайлаулары башламастан митинглерге иштирак етмемелері талап етіле. Эка Гурзуфлы фаль полицияның район бөлігіне чағырылды. Оларына мартның 18-іне қадар күтлевей бір тедбір өткермемек ге чағыралар. Бұақта субетке чағырылған Игорь Барышников білдірді. Ове юрис көрекке қаршы жинайы тақиқатлар ашылғаныды. Олар ерлі телеканалыға интервью беріп, қанунсыз митингнің тешкіл етілмесінде қабатланды. Фааллер күтлевей тедбірлерде иштирак етмемек талабы еле визиқаларны имзаламаға разы олмадылар. Полиция жемат фааллерінен кечірілген субетлер Русия ичішлер нәзірлігінің имріне көре кечіріле деді. Я говорю, молодой человек, вы понимаете, что сейчас вы мои конституционные права нарушаете? Во-первых, кто, на каком основании мне может запретить проводить митинг? Я говорю, вообще-то я не собирался их проводить, но если какое-то завтра произойдет безобразие, послезавтра я подам заявление на проведение митинга, возможно. Я вам ничего не собираюсь, никакие бумаги подписывать, ничего обещать. Я спрашиваю молодого человека, хорошо, скажите, чья была инициатива проведения таких бесед, с требованием таких письменных документов? Но он, помявшись, сказал, что это была телеграмма из министерства, но подробностей он не знает. Қырым фоторесамы ярдымға мұқтач Венера Салединованың мейінде шышық тапылды. О әджелі әмелият олмақ керек. Қоранта әмелият парасыны озы өдеп оламаз. Ләқай қалмағанлардан ярдым етмелері режа етілі. Мәде ярдым экранларда көстерілгені сап үзерінден көстеріле біле. Шымдылық бұл соңғы қаберамыздыр нөвбеттегі заман яйнына саат 12-де сейретмеңіз мүмкін, атырден айрылмаңыз.